Bizde ne güzel bir екінші тоғайда байланыптыр. Ол аппақ бие, оны салмаймыз біз. Осы екеуін саламыз. Хоп. Өта. Міне сауып келе жатырмыз. Ал қазір үйге барып, көбімізді жуып, жақсылап қымыз істейтін боламыз. Мына биеміз бұл асау саудырмай жатыр. Сауыға болатын бие ғой. Неге қазір мен көбімді жуып аламын, жақсылап жуып алып. Қайнаған ыстық суды құйып, жақсылап жуып тағы да. Жақсылап кептіріп қоямыз. Кептірген кейін тыстап істейміз. Демалып қой. Сабақ кетіп ғой. 100 күнге демалып қойсын ғой. Міне қазір сауып келген сүтімізді құямыз неға.
Енді дайын болған соң, кәсіпкүл дайын болған соң, қорды құйып, қымыз қалай пісетінін көрсетеміз. Міне күбін жақсылап жуып алдық. Ішін кептіріп, қазір енді осыны кекоттаймыз. Қазір кекоттап алып, бетін оның бесінтіға жауып қоямыз. Түтіннің иісі сіңу керек. Қалың матамен немен жауып қою керек. Сол кезде ішіне иісі сіңеді. Önce kabını босатқан кезде осы ыдысқа қойғанмын қорымда. Енді қазір осыны күбіге құятын боламыз. Күбіге қорды құйып, үстінен жаңадан сауып келген сүттерді құямыз. Міне енді мынаны ашып күбіні. Біз сүтімізді құямыз. Ойбай, қорымызды құйып алайық. Кішкене жауып, осылай пісіп аламын мен, кішкене сіңсін иісі, дәмі не деп. Сосын үстіне сүттерді құя беремін. Енді осыған сүттерді құямыз. Менде 2 литрдей қор болған, соған 4 литр сүт құйдым. Кішкене бетін жауып, өйткені әлі түтіні шығып тұрды. Сол түтіні дәміне сіңсе, күшті болып тұрады дәмі. Кішкене 5-10 минут пісіп аламын осылай.
қойғанымызға 500-600 рет пісіп, осылай санап пісіп қойып қоямын біраз, 1-2 сағатқа. Сосын тағы да қайтадан 500-600 рет пісірем. Сонымен дәмі жақсы болады. Мынау күбі өзі негіз бұрынғы әжелеріміздің күбісі ғой. Таза аршадан жасалған. Тастауға қимаймын. Қазір алайын десең, базардағыларға сенбеймін. Бір жақсы таныс білетін жерден алмасам. Міне осылай қымыз дайын болады. Енді барлық жерде, әр түрлі дайындайды екен қымызды. Балғымыз дейді, ашшығымыз дейді, тәттіғымыз дейді бізде. Біреулер тәттіғымызды ұнатады, біреулер ашшығымызды ұнатады. Соған қарай, дәміне қарай дайындап бере берейін мен. Уже сезон басталды. Қымыз ішетіндер келіп сұрап ішіп жатыр. Сіздердің ауылдарыңызда қандай? Қалай дайындайсыздар? Комментарийға жазып, бөлісіп кетіңіздер. Сол. Енді мынау біз кішкене пісіп дайындап қойып қоямыз. Өзі жайлап аши береді. Видео ұнаса, лайк басып, тіркеліп, комментарий жазып кетіңіздер.